информатика сабағына компьютерлік желілер жайлы түсінікті қалыптастыру тақырыбын талқылайтын боламыз. Компьютерлік желілер, компьютер нетворк, нет желі, ворк жұмыс, бір-бірімен мәлімет алмасу арналары арқылы байланысқан компьютерлер тобы. Бүгінде дүние жүзінде компьютерлер 80%-дан астамы әртүрлі ақпараттық есептеу желілеріне біріктірілген. Компьютерлік желілер мәліметтерді бірігіп пайдалануға көп көмегін тигізеді. Дербес компьютер құжат құруда, кесте дайындауда, графикалық мәліметтер мен басқа да ақпарат түрлерімен танысудағы тиімді құрал. Желі болмаған жағдайда қолданушылар әрбір құжатты қағаз бетіне шығаруға немесе дискетаға көшірмесін түсіруге мәжбүр болады. Сонымен қатар барлық қолданушы құжаттың көшірмесін өзгертіп, түзеткенде ол құжатты қайта жинап өңдеу қиындық туғызады. Мұндай жұмыстың сызбасын автономдық ортадағы жұмыс деп аталады. Егер осындай ортадағы әрбір қолданушы өзінің компьютерін басқа компьютерлердің желісіне қосса, онда қолданушы олардың құжаттарымен де, принтерлермен де ортақ жұмыс істей алар еді. Ал біріккен ортақ қолданылатын компьютерлер тобы мен басқа құрылғылардың бірігуі желі деп аталады. Компьютерлердің қоры желілер арақатынасы деп аталады. Қорыта келе, компьютерлік желі ресурстарды, яғни дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Жергілікті желіге қосылатын компьютер арқылы деректер базасымен, ақпараттар көзімен, принтерлермен, модемдермен, басқа да құрылғылармен бірігіп жұмыс істеуге болады. Желінің 5 түрі бар. Бірінші дербес желілер, яғни PAN, жеке аймақтық желі. Екінші жергілікті желілер, LAN жергілікті желісі. Үшінші бір немесе бірнеше көрші ғимараттарға корпоративтік желілер. Төртінші бір ұйым қалалық желілер, яғни MAN, Metropolitan Area Network. Бесінші жабдық желі, яғни ауқымды желілер, оған WAN, Wide Area Network деп анықталады. Біздің елімізде компьютерлік желілер қашан дамай бастады? Қазақстандағы интернеттің дамуына 1998 жылғы наурыз айында телекоммуникация ассоциациясы атты жаңа ұйымның пайда болуы үлкен әсер етті. Коммерциялық емес құрылымның негізгі мақсаты кәсіпорынның іскерлігін байланыстыру, желілер телекоммуникациясын дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану және байланыс қызметін ұсыну. Ассоциация отандық және шетелдік операторлар арасындағы ақпарат алмасу қатынасын құруға практикалық көмек көрсетуді көздеді. Сонымен бірге бұл ассоциация тұтынушылар мен қолданушылар арасындағы қызметті ұйымдастыруды дамытуға мақсат етіп қойды. Елімізде электрондық World Wide Web қызметінің дамуы арқасында көптеген қызықты арнайы сайттар пайда болды. Соңғы уақытта әртүрлі анықтамалар, каталогтар мен деректер базасы арасында неше түрлі маңызды тақырыптағы ақпарат көздері бар базалар көбейе бастады. Клиент-сервер архитектурасы. Клиент, яғни ол сервер базаларын пайдаланатын компьютер, ал сервер дегеніміз ресурстарды ортақ пайдалануды қамтамасыз ететін компьютер. Сервер түрлері: файлдық сервер, басып шығару сервер, пошта сервері және қолданбалы сервер болып 4 түрге бөлінеді. Клиент, сұраныс жіберуші және сұранысқа жауап алушы. Сервер, сұраныс жіберу, орындау, жауап жіберу қызметтерін атқарады. Назарларыңызға рахмет.